Қайырлы күн. Бүгін біз командаға адам шақырудағы бар қорқыныштарды жеңетін боламыз. Адам шақырудағы ең маңызды нәрсе бұл звондауға үйреніп қалу. Көбісінің айтатыны, мен звондауға қорқамын, мен адам шақыруға қорқамын. Сұрайын дегенім соншама, неден қорқасыз? Звондасаңыз бір жеріңіз түсіп қала ма? Тура осылай сіздің спонсорыңыз кезінде сізге де звондаған болатын. Сосын белгілі сыйқырлы сөздерді айтқаны үшін сіз осындасыз. Яғни сізде өміріңізді өзгертуге деген бір үміт пайда болды. Дәл осылай сіз де басқа адамның өмірін жақсы жаққа өзгерте аласыз. Мүмкін ол мені түсінбей қалады. Немесе маған жоқ десе, мен не істеймін деген қорқыныш бар. Еш нәрсе деп айтар едім. Себебі бұл қоңырауды ол 5 минуттан кейін-ақ ұмытып қалады. Мысал ретінде сізден сұрайын, қашан бір өзіңізге қызық емес клубқа, тренинг, бір мерекелік іс-шараға болсын обученияға шақырту алдыңыз. Осы сұрақтың жауабын алу үшін сіз өте ұзақ ойланасыз. Соның өзінде тек бір немесе әрекетсе екі жағдайды ғана әрең еске түсіруіңіз мүмкін. Қалғанның барлығын сіз есіңізге де түсіре алмайсыз. Себебі тура солай ұсыныстың барлығын 5 минуттан кейін-ақ ұмытып қалғансыз. Сіз оның жоқ деген жауабын естіп ұзақ уақыт уайымдайсыз. Ал ол болса сол мезетте ұмытып қалады. Ол үшін тек өзі ғана маңызды. Негізі барлығында солай. Сол үшін басқалардың сіз туралы ойы сізді ешқашан мазаламау керек. Оларға мүмкіндік бере біліңіз. Жалпы қорқынышты қалай жеңеміз? Жай ғана звондау керек. Бірінші қоңырау қорқынышты, екінші қоңырау қорқынышты, ал 10-шы қоңырау мүлдем қорқынышты емес. Адам шақырудағы басты мақсат бұл осы істің профессионалы атану. Барлығы бірден бола бермейді, осыны ұмытпаңыз. Мысалы араңызда біреу пианинода күшті ойнайды делік. Ондай адамдар арамызда бар. Бірақ ол бірден келе салып күшті әуендер ойнап бастады ма? Әрине жоқ. Бастапқыда бірнеше жыл бойы түсініксіз нәрселер ойнайтын. Одан кейін ғана қолынан келе бастады. Адам шақыруда да тура солай. Адамдармен сөйлесіп үйрену қажет. Көп жаттығу керек. Ең бастысы әрі маңыздысы бұл таныстарыңызға звондамай тұрып, өз спонсорыңызға звондап көріңіз. Ол жігіт болса да сіздің әпкеңіз болып көрсін. Спонсорыңыз қыз болса да сіздің ағаңыздың рөлін сомдасын. Ал сіз осыны пайдаланып өте көп жаттығу керексіз. Егер сіз спонсор болып партнеріңізді үйретіп жатсаңыз, онда телефонмен оның туысы болып көріңіз. Басында оп-оңай келісіп, бара-бара жаттығуды күрделендіре беріңіз. Ақырындап оған түсіндіре бастаймыз. Сол кезде ол барлығын түсінетін болады. Кейін менің уақытым жоқ. Маған оны алдында ұсынған, телефонмен айта салшы деген қарсылықтарды енгізе бастаймыз. Тура осылай бар қателіктерді жөндеп, новичокқа бронежилет кигізе бастаймыз. Бұлай қараса барлық қарсылықтар айналып келе береді ғой. Уақытым жоқ десе, саған сонда не ақша табуға уақыт жоқ па? Онда сол өз бастығыңа ары қарай жұмыс жасай бер деуге болады. Үйрету жаттығуларының барлығы еш ұрыссыз сабырмен өтуі керек. Барлығы бірден бола бермейді. Алғашында новичокты мақтап түзететін жерлері болса айтып отырыңыз. Кейін өзі қалып кетеді. Бір адамды жаттықтыру күніне 2 сағатқа дейін алып кетуі мүмкін. Есесіне оны қайта емес, өмірде тек бір рет қана үйретесіз. Ал менде бүгінге осы. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге жазсаңыздар болады. Сіздермен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.